сәлеметсіздер ме? Мамандарды даярлаудың заманауи көзқарасы маңызды сәттердің бірі студенттің өзіндік жұмысын ұйымдастыру. Осы мақсатпен металл тану пәні бойынша виртуалды зертханалық жұмыстар жүргізіледі. Жұмыс барысында білім алушылар өз бетінше білім беру мекемесінен тыс жұмысқа дайындалады. Сіздердің назарларыңызға виртуалды тәжірибелік жұмыс тақырыбы темір көміртекті қорытпаларды микроқұрылымын зерттеу. Жұмыстың мақсаты білім алушыларға микроажарлауды дайындау технологиясын үйрету, металл микроскоп құрылысымен таныстыру, микроқұрылымның ажарлауын қышқылмен өңдеуді үйрету. Тепе-теңдік күйіндегі темір көміртекті қорытпалардың микроқұрылымдық талдауы бөлме температурасы жағдайында жүзеге асырылады. Құрамындағы көміртегінің пайыздық мөлшеріне және микроқұрылымына байланысты қорытпалар болатқа және шойынға бөлінеді. Беті микроқұрылымдық талдауға дайындалған үлгі микрошлифт деп аталады. Үлгінің тегіс бетін тегістеу станогының металл дөңгелегіне бекітілген айнымалы тегістеу қағазымен өңдейді. Сонымен бірге тегістеу абразивтері ірі түйіршіктен ұсақ түйіршіктерге біртіндеп ауысады. Шағын өлшемді микрошлифті дайындауға және тегіс бетті алуға ыңғайлы болу үшін үлгілерді дөңгелек түрінде немесе эллипс пішінді тәрізді жақтауға орнатады. Бос кеңістік төменгі температурада балқитын вуда қорытпасымен толтырылады. Балқу температурасы 68 градус Цельсий. Жылтырату фетрлы немесе киіз дөңгелекке кішкене сызаттарды жою мақсатында жасалады. Нәтижесінде үлгінің беті айнадай жылтырлайды. Гои маркалы жылтыратқыш пастаның жұқа қабаты дөңгелектің бетіне жағылады. Микроқұрылымды анықтау үшін үлгінің жылтыр бетін арнайы реактивпен ажарлайды. Көміртекті және төмен лекірленген болаттар мен дәнекерленген қосылыстар үшін жиі қолданылатын реактивтер 3-5% концентрацияланған азот қышқылының этил спиртіндегі ерітіндісі немесе пикрин қышқылының этил спиртіндегі концентрацияланған ерітіндісі. Ажарлаудың белгісі бұл беттің түсінің бұлдыр боялуы. Ажарлағаннан кейін микрошлифті ағын сумен жуады. Ары қарай спиртпен немесе ацетонмен сүртеді. Содан кейін сүзгі қағазымен кептіреді. Микроскоппен ажарлау нәтижесінде дәндер шекараларының айқын бейнесі көрінуі керек.